Короче, жігіттер, сендер ана машина сатып алған үй, посудочный, жалға берілетін үй. Білесіңдер ғой, ол жаққа кім келіп, кім кетпейтін. Иә, кім келіп, кім кетпей жатыр бұл өмірге. Тыныш отыр. Егерде күдік тауып отса, ақшаларын қайтарамыз. Негізі, мерістің егесі мына жігіт, жәбірленуші осы. Қалай жәбірленуші? Біз кіміз сонда? Сендер лоқсыңдар. Братан, нормально сөйле, түсіндің ба? Отыр. Айнадан көресің лоқты. Отыр. Қалай отыр? Отырмаймен. Ерегіс керек болып тұрма не? Шешші ма үстінде киімге сеніп тұрсың ба? Шешпеймін. Отыр сендер, қақта тұрғандар білесіңдер. Киіміңе сеніп тұрсың ба? Отыр. Киіміңе сеніп тұрсың. Отырмайын мені. Ерексің кеп тұрма? Жіберші. Қалай? Сен чортсың ба? Чорт дайындатам да. Сен ерексің. Сен кеп тұрма, Сен қақта тұрған білесің. Кірдір екен. Я болды, тыныштаңдар, Отыр. Не істейсіңдер жігіттер? Кісі болып қамауда отырасыңдар ма? Или лоқ болып шығып кетесіңдер ма? Екінші вариант тұрсау? Өздерің ойландыршы. Есі дұрыс адам 500 мыңға лупарик ала ма? Енді Құдай берді деп ойластыңдар. Так, жігіттер, басты қатырмай, менде әлі жұмыстар көп. Екінші варианттарын таңдаңдар да кетіңдер. Күдік табылғаннан кейін хабарласам. Давай, жылдамдатыңдар. Жұмыс көп. Алло, Дархан. Көшеге ауылдың барлық ит мысықтарын жинағына сөйлесуім керек. Давай. В общем, ана 500 мың теңгені орнына қойып тастау керек. Аташқа естісе хайбай шығарады оны. Сен 500 мың теңгең жыр болып кетті. Мен термей бола ма деп ойлап едім. Не істейміз 500 мың теңге, соны айтыңдаршы. Енді қарасаң жұмыс істейсіз. Жұмыс істейміз, тауып береміз ғой. Міне. Бәле болған шығар. Жұмыс тұр шипажайда дейді. Қанша дейді айлығы? 200 дейді. Как раз бір айдан істесек 600 мың теңге. 500 мыңын Аташыққа береміз, 100 мың теңгесін өздерің ала беріңдер, маған керек дейді. 200 нормально ғой. Көрейік кеттік. Кеттік сол. Әдемі. Адрес қандай? Ордасы ғана. Базар жоқ, шипажай екен, Қашан жат демалады екенбіз осындай жерде. Ол да бұйырар. Шипасы не сонда бұның? Жаңа ұрғанда тұрып, соны білмейсің ба? Бұның шипасы батпақ. Білеме, просто вес Қазақстан білсін дебем да. Вес Қазақстан, сен айтпасаң да білет. Жалпы бұл жер жарнамаға зәру емес, шетелдіктер кеп демалып жүрген жер ғой, бро. Короче, бие болып кіресің, айғыр болып шығасың ғой бұл жердің. Кісінеп шығасың десей. Онда крик. Тастай барып судайсың. Саламатсыздар ма? Жұмысқа мал ойбай. Адам алам депсіздер ғой соған. Кебек. Иә, қазір 1-2 минут күте тұрыңыздар. Сіз айтсаңыз, 1-2 минут емес, 1-2 сағат, болмаса 1-2 күн күте берем ғой мен. Дейін соң, аш болып қаласың ба, не? Апам, сені қызды таппадым дейсің ғой. Кешіріңіздер, сіздер қыз іздеп жүрсіздер ма, әлде жұмыс іздеп жүрсіздер ма? Боса екеуі де ғой дегендей. Енді сіздерде қыз бар, бізде ұл бар дегендей, екеуін қосып жаңа, подружкаларыңыз болса, бойдақ құдық ішетін жаңа, мен де бойдақпын ғой деп. Айналайындар, байым бар менің, ешқандай бойдақ подружкам да жоқ. Құрып кетіңдерші бір? Қарындас, ренжімеңізші. Шынымен жұмыс іздеп жүрекпіз. Айбетпеңіз. Нұрмахан Мұханұлы жұмыс жайында келген. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Нұрмахан Мұханұлы болады. Жұмыс үшеуіңізге де қажет болып жатыр ма? Осы жерде жұмыс бар дегенсің келгенбіз ғой. Енді бізде қазір 2 ғана орын бос болып тұр. Біреуі күзетшінің орны, екінші батпақ жағатын кісіге ғана. Үшінші адамға өкінішке орай орын болмай тұр.
Екі адам батпақ жатса болмай ма? Алдынан, артынан ұрып. Жоқ, бізде енді батпақ жағатын бір адамымыз бар пока. Енді екінші адам ғана керек болып тұр. Онда бізде батпақ жағуды өлтіреді Аманжол. Мен үйімнің стенасын полный осы сылап берген ғой батпақпен. Онда екеуің істей беріңдер. Мен өзім күте тұрамын сыртта. Неге? Осы екеуің қабылдай беріңдер жұмысқа. Бір ай істесек, бір ай сыртта күтіп тұрасың ба? Жоқ, енді бүгін бастап күтпейтін шығарсың, қазір келісіп шығатын шығарсың. Онда тартып аламын досым кейін, Болды онда, жұмыс орнына танысайық, жүріңіздер. Не? Сау ol. Bismillah. Yo-moyo, narını ağып жүре? Тығылу керек бір жерге. Братчика, келесі жолы тампон салатын кезде дәлел алып келші. Сен сияқты қаншама адам бар, қысқанда жүрсің, сапақ қалдырмадыңдар ғой. Ал, өтер. Мына біздің жаңа еңбекшілерге батпақ жағады. Құдай қаласа, Аманжол мырза, Толик сізге осы жерде батпақты қалай жағады? Толик амандасып дейсіз. Толик қалай жағады, қайда жағады, толықтай сізге көрсетіп береді. Жақсылап үйреніп алыңыз. Құдай қаласа, жұмысымыз осы Толикпен. Толик, толықтай үйретіп, көрсетіп бересіз. Не, саусағын көрсетші, саусағын қандай. Сәл дәулеу болғанда дұрыс болар еді. Қоса салам. Ал, іске сәт Аманжол мырза. Біз Марсель екеуміз кеттік онда. Марсельдің жұмыс орнын көреміз. Жақсы, бол. Жұмысқа новенькийсің ба? Иә. Так, осы санаторияда батпақты, лайды жақсы жағатын адам туралы былай естігенсің ба? Жоқ. Аманжол қызықсың дейсің. Сен қалай батпақ жағуды үйретемін? Не деген адамсыңдар? Не деген адам болғанда ше, мен бағанда бір сұрақ қоя алмай жүрмін. Не сұрақ? Ана бастық бір түрлі емес пе? Жал натури бастық па осы жақта? Бастық қой осы жерде ол. Жаңадан келген ол. Біраз болған ба? Бұрын біраз жерде жұмыс жасаған ғой, бізге кейін ғой келген. Так, не? Жүрмей саған бір пациент тауып алайық, сосын батпақ қалай жағуын соған үйретемін. Нема? Осы батпақ дейсіздер болса да ше? Шипа, ем дейді, оның қандай не құдіреті бар оның соншалықты? Батпақтың құдіреті ма? Иә. Кел айтайын. Қой, Сондай ғой ол деген. Сондай ма? Батпаққа көмісті сонда мен, братан. Дәл қазір. Нарадан бір пациент тауып алайын. Сосын батпақты қалай жағу керек, қалай сылап сыйпау керек, соны саған үйрететін болып жүр кеттік. Кеттік. Ау, Марсель мырза, сіздің постыңыз. Болып, Нұреке бір нәрсе сұрасам бола ма сөзін? Заряне айлық бере аласыздар ма? Ақша керек болып тұрады ма? Ондай болмайды. Жұмысыңызды жасайсыз, еңбегіңізді уақытында төлейміз. Оған ешбір жаратпаймыз. Жақсы, іске сәт. Жақсы. Мәге? Кеп қабыңызшы? Күзетшілердің дастарханы зор ғой. Жұмысқа? Сәл ұялып ішіп отқан жоқсың ба тамақты? Не үшін? Енді кіргенің жаңа ғой, бәрден тамақ ішетін дәрежеге жетіп қалдым көп же. Енді мәке біздің жұмыс қауырт қой, қауырт. Қазір не болып қалатынын білмейсің да? Қауырт? Иә, бәріне сақ болып отыру керек та, үшін тамақ ішіп дайын болып ше. Тревога болып қалса, фык-фык. Молодец. В общем, жұмыспен кеп тұрмын саған. Дей бермеш, жұмыспен кеп тұрмын саған. Не жұмыс? Короче, ана 500 мың теңгені бар ғой, 3 күнде шығарамыз. Қандай жұмыс ол 3 күнде? Батпан құйрық. Сен осы жерде күзетшісің. Иә. Аманжол батпақтың қасында жүр. Екеуің батпақты маған шығарып беріңдерші, мен сатып келем барып. Мынау жұмыс емес, ұрлық қой. Оның үстіне Аманжол келісе ма, келіспей ма білмеймін ге оны. Не істейсің? Неше ай жұмыс істейсің? Просто батпақтың қасында жүрсіңдер ғой. Бар кезде белшесінен бассаңдаршы.
қалай Просто болады? екеуің шығарып беріңдерші маған болды. Шығарып беріңдерші парковкаға дейін шығарып беріңдерші. Машинеге салып беріңдерші батпақты қаптап. Ары қарай менің жұмысым. Клиент тауып, сату бәрі менің. Алатын адамдар бар. 3 күнде 500 мың. Ой, қырамыз ақша. Білмеймін. Сатып қойық та. Аман жолмен сөйлесіп көрейін мен. Не дейді екен ойын білейін. Ойлан. Жақсы вариант бұл. Мынаны алып сөйлесеңші. Алла өзі жабы отыр. Точно таппайды. Точно танымайды. Пациент міне. Как раз кел. Кел, отыр, мына жерге отыр. Так, Аманжол былай. Батпақ аласың, арқасынан бастайсың. Полный денесін давай. Ой, сонда сөз жоқ па? Батпақ деген нәрсе атқош шығару, бір танылып, бір өзіме асылады дейді. Ол деген проблема емес. Ағасы мұны, дәл осылай отыр көрек. Хоп. Хоп. Молодец сен. Хоп. Хоп. Хоп деп қойасың ба жаңа? Ең қызығы бұны. Деп қойасың да? Мына бұрыштары кеме ататын болса жаңа. Бұрыштары кеме ататын болса. Сен объем істеп жатқан жоқсың ғой, оған мұнайдан қымбат тақу білесің ба? Қымбат болса дейін. Аккуратно болса. Так, сен проверь полный денесін сылап сипап, мен қазір бір айнап келемін, ма? Абайда, я? Так, аға, артыңыздан ұрып болдым. Енді алдыңыздан ұрайын, е? Лаймен ба? Мол. Келіңіз, не? Ой шығырларыңыз көп екен. Амеке, 1 минут тұра болады. Амеке дей бермеші, жұрттың өзінше. Дұрыстап айтса атын. Бермеші. Айта берші. Жона берейін ме? Иә, жона берші. Кетің жүр. Мәртеп кетті. Идея бар еді. Аха. В общем, осы жақтан батпақ шығару керек дейді. 3 күнде 500 мың теңге істейміз. Қой! 3 күнде 500 әдем ғой? Мощный ғой, бірақ абайлап істе енді. Маған постқа дейін әкеліп берсең, мен өзім ары қарай алып шығып кетемін. Қатырам ғой, уайымдамасың. О, жігіттер, рахмет, зор ем болды болып жүр. Лайларың әдемі, мен кете берейін, я? Не, бетіңе жуып беріңіз. Бетті жумай-ақ қойын. Бетіме күтім керек та ана. Бетіме суық тиіп қалған ғой қыстың күні. Фундаментке отырғансыз ба беттен? Жоқ, бетіміз. Мен барайын шыға берейін, да? Негізі мына бет әлпетіңізге жауы болмайды, жүрек тұсына, өкпе тұсына деген. Ол зиян. Бар, жүріп келіңіз. Санаторияның заңы сондай. Жүріп келіңіз. Жоқ, бетім. Бар оған. Ол станция емес па? Не? 500 теңге дейді. Өткенде. Енді сатқан емес па анау? Бізге. Өтірік алды. Сол ма мен? Иә. Сам жүрмес. Қара мәскелелерді сыйлау керек, құрметтеу керек. Ұнығы турасы. Брат, қойшы. Ақша қайда? Ақшаны санаторияға беріп қойдың бірақ демалып отыр. Ұрмаңдашы ем қабылдап отыр, ем мыжыт болды ма? Бетіңдегі батпағын көтіңе тығам қазір. Сөйтші брат, соңа келдің ғой негізі. Емдеп жүр. Ақша қойшы. Өтінше бір көмектеріңе жарайым ғой жігіттер. Не көмек? Күнәм жуып жіберем. Бұл жаңа аяқта айтатқан әңгімелерді шет жағасын полы естідім да. Басынан аяқ. Соны көмектесіп жіберейін соған. Не әңгіме? Лай ұрлайын деп жатсыңдар ғой соны. Сен оттайсың. Брат, ұрмаш. Удар батпай тұра бермеш бұл. Соған көмектесейін. Мына жерде мен бір апта болды ма отқаным. Лай, бәрі қақта тұрған білем, батпақ бәрі жет тұрған білем. Алып шығуға көмектесейін. Қаяқта? Ұрмайсың ба? Ұрмай. Көмектесейін. Сенесің ба? Кешіріңдер жігіттер. Сен келді, мынау алдап кетпей ма қайтты? Ұрлықшылардың бәрі бірдей ғой бірақ. Бізде бір ұрлаған адам қайтадан ұрламаймыз. Бізде де имам
Нан ұрсын деші ал. Нан ұрсын. Болды, Нормально. Жүр. Қорқмаса жүр. Ей, Аманжол не қылып Тәке, айтпақшы болды мен шығып жатырмын құдай, емделіп болдым. болды па? Әдем болды барлығы, зор болды. Мен заттарымды көмектесіп отырады, сыртқа шығарып жіберген. Енді пациентке көтеруге болмайды ғой. Ол көтеруге болмайды ғой маған. Молодец. Бара Кел. бер. Сымбат, мына жерді қайтадан бір сүртіп алыңдар. Нұреке, уайымдамаңыз, біздер бәрі тыныш. Өзім қарап отырмын, Нұреке. Болып барып тездетіп екінші телешін алып келіңдер, мен өзім алып шығып бере беремін. Тездетіңдер бар. Сен Қалай? Давай. Света, обед сағат 12-ге дайын болатын болсын. Кешкі тамақты сосын 250 адамға дайындаңдар. Ешкім жоқ па? ешкім жоқ. Жүре берейін ба? Жүре бер. Тур кете берейін ба? Жанға қарай кет. Жанға қарай кет. Жанға қарай кетсе ептей алмайды. Тур жүрсе қиял. Мынау ауыры, ең ауыр мынау. Абалыш, бір өзің. Нұреке, біздер бәрі тыныш. Бізде де бәрі тыныш. Жадам жігіттер, не істеп жүрсіңдер? Маңыз салып қояды. Соны айтамын жігіттер. Мына лайды қыдыртып шама, тербетіп. Ой, қазір 21-ші ғасыр ғой жігіттер, білесіңдер ма? Бұрыш-бұрыштың бәрі камера қазір біз. Мына ішке сергек қойып тастағанбыз. Парковкаға дейін сергек қой қазір бізде. Сендер ана арбаның фарын жақпай, ременін тақпай, қызылдан өтіп басып жүрсіңдер ғой қазір, білесіңдер ма? Жігіттер, жұмыс іздеп келдіңдер. Адамша жұмыс қалды. Артынан істеп жатқан жақсылықтарың осы ма сонда? Ұрлық жасап, лай ұрлап. Бұдан кейін сендер бұл жерден көрмей-ақ қояйық. Формуланы өткізіңдер да, давайте қайқайыңдар. Мен әлі 2 күн демалыс. Сіз үшін көбірден келмей қойыңыз бұл жерге. Боссыздар. Давайте. Босатыңыздар. Қайқайыңдар. Опта. Ей. Алып кел. Кім не қылды? Позор болдық қой, жұмыс жоқ, ақша жоқ, абырой жоқ. Уайымдамасай, по-любому ұрлап кеткесің ғой. Анауың асып кетсе 1000 теңге болады. Зато қандай ем, сен білесің ба, қандай ем екен? Кәй қой жатырмын. Алло, жена қалайсың? Үйдесің ба? Үйде бол, айғырың бар жатыр.